толық емдемейтін болсақ, онда сол қақырықтың құрамындағы фермент бронхтың қабырғасын кеңітіп, және бронхоэктатикалық ауру, яғни бронх мынандай түзу болатын болса, осын кішкене қапшық түзіледі. Қайырлы күн достар, тәніне саулық іздеген жандар, мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге көп адамды қазір мазалап жүрген жөтел туралы айтқым келіп тұр. Видеоны бастамас бұрын подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Сонымен бастаймыз. Бірінші, жөтел дегеніміз қорғаныш рефлекс болып келеді. Яғни біздің ағзамызға пайдасын тигізеді. Яғни ағзадағы тыныс жолдарындағы артық қақырықты, артық сілекейді сыртқа шығару қызметін атқарады. Яғни ол бронх қуысындағы, тыныс жолдарындағы тыныс ауаның өтуіне ыңғайлы жағдай жасайды. Біздегі жөтелді тудыратын жоғары тыныс жолдарының вирусты аурулары болып келеді. Яғни вирустардың әсерінен бізде ағзада қабыну процесі жүреді, және де сол қабыну процесінен бөлінген қақырықты сыртқа қарай шығару қызметін атқарады. Яғни бізде ағзаға вирус түседі, яғни жоғарғы тыныс жолдары арқылы. Соның нәтижесінде мұрында қабыну процесі жүреді, ол ринит түрінде көрінеді, ал төменгі аймақта, яғни содан кейінгі жұтқыншақта ринофарингит дейміз, яғни мұрын жұтқыншақ аймағында қабыну процесі болады, немесе ауыз жұтқыншақ аймағында қабыну процесі болады. Соның нәтижесінде ағза бізге вирус түскеннен кейін оны жою үшін иммунитет түзіледі, яғни антидене бөледі. Былай түсінікті тілмен айтқанда, бізге жау келді, яғни сол жаумен соғысқан кезде шаң түзіледі. Сол секілді ағзаға вирус енді, ағзаның антидене келеді, екеуі шайқасады. Шайқасу нәтижесінде бізде, яғни күресу нәтижесінде бізде сол аймақта қызару пайда болады, ісінеді. Яғни сол ісінудің нәтижесінде бізде тамағымызда бірнәрсе тұрғандай сезім болуы мүмкін, немесе қышуы мүмкін, ауру сезімі болуы мүмкін. Яғни сол жердегі қабыну процесінің нәтижесінде болып келеді. Ал бұл жағдайда біз арнайы ауру сезім басатын құрамында анальгетика бар таблеткалар немесе пластинкалар сорсақ болады. Ал келесі, біз бұл жағдайда өзіміз шақыратын жөтел болуы мүмкін. Яғни бұл рефлекторлы емес, мына жерде тұрған кішкене затты шығарып тастағымыз келген секілді болуы мүмкін, бірақ бұл арнайы өзіміз жөтел шақыруымызбен ағза өзінен өзі жөтелден екеуінің айырмашылығы бар. Яғни бұл жерде тек өзіңіз жөтел шақырсаңыз, біздің инфекциямыз, вирусымыз тек қазіргі жұтқыншақта деген сөз. Ал бұл кезде сізде құрғақ жөтел болады. Яғни құрғақ жөтел болса, бізге ол пайдасыз. Яғни ол жердегі ешқандай да қақырық жоқ, оны біз шығармаймыз. Сол себепті бұл жағдайда біз жөтелді басу керекпіз. Яғни бұл жағдайда біз құрамында анальгетика бар таблеткаларды немесе пластинкаларды қабылдасақ болады. Жұтқыншақта қабыну процесі жүретін болса, үй жағдайында сіз 1 литр қайнаған суға бір ас қасық соданы саласыз да, соны қатты ыстық күйінде емес, сіздің шышты қабатыңызды күйдіріп жібермейтіндей бетіңізді сүлгі жауып, сол буынымен сіз демаласыз. Яғни сол жердегі қызару қабыну процесін басу үшін. Бірақ сіздің кеңірдегіңізді, шышты қабатын күйдірмеу керек. Және де келесі, ол қабылдайтын стероидты емес, қабынуға қарсы препараттарды қабылдау керексіз. Яғни ибуфен секілді, парацетамол секілді, соның аналогтарын қабылдасаңыз болады. Антигистаминдерді қабылдасаңыз болады. Антигистаминдер тек аллергияға қарсы әсерінен бөлек, кішкене болсын қабынуға қарсы әсер етеді. Егер де негізі ауырған адам үйде отыру керек, басқа адамдарға жұқтырмау үшін және толық жазылу үшін. Ал антигистаминдер ұйқыны келтіреді. Сол себепті егер сіз
жол жүретін болсаңыз, онда антигистаминдердің соңғы поколениедегі дәрілерін қабылдағаныңыз дұрыс. Келесі үй жағдайында аяғыңызды жылы ваннаға салатын болсаңыз, ол яғни аяқтағы точкалар өкпенің қан тамырларын кеңейтіп, және де лимфа тамырларын да кеңейтіп, иммундық жүйенің күшеюіне, яғни иммундық заттардың келіп, ағзадан лимфа тамырлары арқылы токсиндердің шығара алып кетуіне әсер етеді. Яғни аяқта өкпенің тамырларын реттейтін точкасы бар. Сол себепті егерде далада аяғыңыз суықтап қалса, өкпеңіздің суықтап қалғаны немесе жөтелуіңіз да осы өкпенің тамырларының суықтап қалуына алып келуіне болады. Және де осы құрғақ жөтел кезінде горчичник қолданып жатамыз. Горчичникті біз тек құрғақ жөтел кезінде қолдансақ болады, яғни жұтқыншаққа ауырған кезде, себебі ол ауындырушы терапия ретінде, яғни біздің ағзамызды басқа нәрсеге ауындырушы. Құрғақ жөтелді ағзаға миға басқа жақтан бізге қауіп қатер келген секілді, осы горчичниктің жылуына ағзамыздың соған қарай бұрамыз, яғни отвлекающий, ауындырушы терапия ретінде қолданамыз. Ал былайша оның ешқандай да пайдасы жоқ. Тек сол мақсатта ғана қолданамыз. Келесі, біз көбіне жөтелген кезде, суықтап қалған кезде баняға түсіп ағзамыздағы суықты кетіреміз деп ойлаймыз, бірақ қателесеміз. Себебі біздің ағзамыз қорғаныш ретінде тек осы инфекцияны тек түскен жерінде ғана сақтап, оны басқа жаққа тасымалданбау үшін сондай қорғаныш қызметін атқарады. Ал егерде баняға түсетін болсаңыз, сізде бүкіл аймақтағы қан айналымы жақсарады да, соның нәтижесінде біз вирус инфекцияны басқа бөліктерге де тасымалданып, сізде жай тамақпен аурумен ғана кететін вирус инфекцияның бронхитке немесе жай бронхитпен бітетін нәрсені пневмонияға алып келуіңіз мүмкін. Сол себепті жай мұрныңыз бітелгеннің өзінде сізге баняға баруға болмайды. Келесі, яғни біздің вирусымыз күшті болды, және де соның нәтижесінде жағдайымыз жақсармады, керісінше жағдайымыз қиындады. Келесі, жұтқыншақтан кейін көмейге өтеді. Көмейде біздің жөтелдің рефлекс рецепторлары орналасады. Сол көмейде қабыну процесі жүрсе, бізде уже сол қабыну процесінің нәтижесінде және ісінудің нәтижесінде рецепторлар басылады. Рецепторлар басылып, соның нәтижесінде жөтел пайда болады. Яғни біз өзіміз басқармаймыз, бұл өздігінен пайда болатын жөтел. Ал біздегі көмейдегі қабыну процесі жүргендігін, біздің дауысымыздың өзгергенін содан байқасақ болады, біздің қабыну процесіміз уже көмейде орналасқанын. Бұл жағдайда бізде айтқанымдай құрғақ жөтел болады. Құрғақ жөтел бізге ешқандай пайдасын тигізбейді. Бұл жерде, яғни тек катаральный қабыну процесі, бұл жерде ешқандай да бізде қақырық жоқ. Сол себепті бұл жөтелді біз басу керекпіз. Бұл жөтелді баспасақ ешқандай пайдасы жоқ. Бұл жерде ешқандай қақырық шықпайды, просто біздің шышты қабатымызды зақымдайды. Соның нәтижесінде қосымша инфекция түсіп, біздің суперинфекция болып кетуі мүмкін. Сол себепті, яғни бұл жерде құрғақ жөтелді басатын дәрілерді қабылдау керекпіз. Сироптарды, дәрілерді қабылдаған дұрыс. Және де бұл жерде ингаляцияны осы кезден бастап қолдана берсеңіз болады. Келесі, біздегі осы нәтижесінен жағдайымыз жақсарып, біз жазылып кетуіміз мүмкін, немесе жағдайымыз қиындап, одан кейін трахеяға, яғни кеңірдекке өтуі мүмкін. Кеңірдекте егерде қабыну процесі, бұл жерде де тек катаральный болып келеді. Катаральный, яғни бұл жерде құрғақ жөтел болады. Бұл жерде де құрғақ жөтелге арналған біз сироптарды, дәрілік заттарды қабылдау керекпіз. Яғни құрғақ жөтелді қойдыртатын. Бұл кезде біз муколитик дейтін дәрілерді қабылдаудың қажеті жоқ, себебі бұл жерде бізде әлі қақырық жоқ.
2 күнде жағдайыңыз жақсармаса, сіздің жөтеліңіз төмендемесе, яғни трахеяда екенін, кеңірдекте қабыну процесі екенінің көрсеткіші, ол түнде жөтелетін болсаңыз, күндіз арада жөтелетін болсаңыз, және сырттан ішке кірген кезде, іштен сыртқа шыққан кезде жөтелетін болсаңыз, онда сізде трахея кеңірдекте қабыну процесі жүріп жатыр деген сөз. Және біздің бұл жағдайда жағдайымыз жақсармаса, онда келесі бізде бронхқа өтеді. Яғни бұл енді біз бронхқа өткізбеу үшін біз арнайы муколитиктерді қабылдау керекпіз. Осы катаральныйдан кейін бізде эксудативті қабыну процесі жүреді. Яғни бұл жерде катаральды тек қызарған болса, ал эксудативті, яғни ол жерде қандай да бір қабыну процесі нәтижесінде қақырық бөлінеді. Яғни қақырықтың слиз түрінде немесе іріңді түрде болуы мүмкін. Яғни слизді түрде болып, оны біз сыртқа қарай шығару керекпіз. Яғни біздің ағзадағы вирусты инфекцияны сыртқа қарай енді шығару керекпіз. Оны сыртқа шығармайтын болсақ, ол төмен қарай барып пневмонияға алып келеді. Пневмониядан бізде одышка беруі мүмкін. Яғни біздегі өкпедегі газ алмасу, яғни оттегінің ағзаға түспей қалуы мүмкін. Осы түзілген қақырықты енді сыртқа қарай шығару керекпіз. Біздегі трахея бронхтың қабырғасындағы шырышты қабаттың кірпікшелері болады. Олар өздігінен төменнен жоғары қарай үнемі сілекейді сыртқа қарай шығарады. Соның нәтижесінде, егер сіз қақырықты шығаратын муколитиктер, яғни осы қақырықты еріту, яғни біздегі бағаны жүрген эксудативті процесті сыртқа қарай шығару керекпіз. Яғни ол бізде қақырық деп аталады. Қақырық егерде ақшыл түсті болатын болса, онда ол вирусты инфекция нәтижесінде болады. Ал егерде ол іріңді, яғни сары жасыл түсті болатын болса, онда бактериялы инфекцияның әсерінен болып жатыр деген сөз. Сол себепті біз, егерде біздің шығып жатқан қақырығымыз ақшыл түсті сілемейлі болатын болса, онда бұл жерде антибиотик қабылдаудың қажеті жоқ. Бұл жерде біз арнайы қақырықты шығаратын, яғни муколитиктерді қабылдау керекпіз. Оның, яғни муколитиктердің ішінде ацетилцистеин дейтін құрамында бар дәрілік заттарды қабылдау керекпіз. Ол ацетилцистеин біздегі қақырықтарды жақсы шығарады және антиоксидантты әсер етеді. Антиоксидантты деген, яғни біздегі кез келген қабыну процесі бізде қышқылдандыру арқылы жүреді. Сол ортаны қышқылдандыру арқылы. Яғни қышқылды ортада кез келген бактериялар жақсы дамиды. Соны басады, яғни қышқылдандыруды басу қызметін де атқарады. Қақырықты шығару ғана емес. Сол себепті құрамында ацетилцистеині бар заттарды қабылдау керекпіз. Ал келесі біздегі қабылдайтын препаратымыз, ол құрамында амброксолы бар дәрілік заттарды қабылдау керекпіз. Ол амброксолы бар заттар қақырықты шығарып қана қоймайды, сонымен қатар өкпенің сурфактантты бөлінуіне жақсы әсер етеді. Ал сурфактант дегеніміз не деген сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Ол осы біздің бронхтардан кейін альвеола болады. Осы альвеолалар, олар бір қапшық сияқты болады. Бұны шарды үрлеп қойған секілді болады. Яғни сол шардың ішін майлап тұратын бөлінді деп айтсам болады. Яғни олар осы бір-біріне жабысып қалмау үшін, альвеолалар жабысып қалмау үшін сурфактанттар оның ішін суландырып тұрады. Сол затты жақсы бөледі, бөлінуіне әсер етеді. Келесі, егерде қақырығыңыз бронхтарға өтетін болса, онда қақырығыңыз өздігінен көп мөлшерде бөлінеді. Енді муколитиктерді қабылдамай, яғни сізде онсыздақ сізде қақырық көп бөлініп тұр. Ал оны муколитик ішетін болсаңыз, ол көп мөлшерде бөлініп, соның нәтижесінде
тыныс жолын бекітіп қалуы мүмкін, яғни одышка беруі мүмкін. Ал одышка дегеніміз яғни оттегі жетіспеушілігінің нәтижесінен болады. Ол қай жерде болсын, егерде бронхтардың қуысы тарылатын болса, оны одышка береді. Яғни көп мөлшерде қақырық бөлінсе де, ол бронхтың қуысын тарылтып, соның нәтижесінде одышка беруі мүмкін. Егерде қақырықсыз өздігінен бөлініп жатса, яғни сізге қақырық бөлу қиын болмаса, онда сіз муколитик ішпесеңіз болады. Сізге просто отхаркивающий, яғни қақырықты шығаратын, муколитик ертетін, яғни қақырықтың шықпай жатса, соны ертіп шығару, отхаркивающий ол қақырықты, яғни қақырық шығаратын. Яғни сізде бронхит кезінде қақырық өзінен шығып жатыр, жақсы шығып жатыр, соны шығаратын, отхаркивающий, екеуінің айырмашылығы. Ал бронхолитик дейтін болса, ол бронхтың қуысын кеңітетін, яғни қақырықтың нәтижесінде бізде бронхтың қуыстары қақырықты қысып, соны шығармай қалуы мүмкін. Яғни спазм болып қалуы мүмкін. Соны кеңейтетін, бронхтардың қуысын кеңейтетіндерді бронхолитик деп атаймыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Муколитик қақырықты ерітетін, отхаркивающий ол қақырықты сыртқа шығаратын, бронхолитик ол бронхтың қуысын кеңейтетін. Келесі, егерде сізде егерде жағдайыңыз осыдан кейін жақсарып кетуі мүмкін, яғни жазылуыңыз мүмкін, немесе сіздің жағдайыңыз қиындап, яғни қайтадан сізде температура беретін болса, жағдайыңыз қиындап, жөтеліңіз күшейіп, тағы да температура беретін болса, онда сізде пневмония дамыды деген сөз. Ал біздегі егерде өкпеде қабыну процесі жүретін болса, сіз жөтелмеуіңіз де мүмкін, себебі біздегі бронхтың соңғы аймақтарында, яғни бронхиолаларда, яғни кішкене калибрлы, мөлшері кішкене бронхтарда рецепторлары болмайды, жөтелетін рецептор болмайды, және де өкпеде болмайды. Сол себепті кейде өкпеде қабыну процесі жүріп жатуы мүмкін, яғни пневмония, бірақ адам өзін жөтелмей жақсы сезініп жүруі мүмкін. Менің өзімнің практикамда болған, маған 5-6 жасар баланы әкеліп, прививка салдырту үшін, рұқсат сұрау үшін келген, бірақ мен өкпесін тыңдағанымда сықыр естілді, яғни осы өкпеде қақырық бар деген сөз. Сол естігеннен кейін мен анасына айтқанымда пневмония бар деп, анасы мойындамады, ол ешқандай да бізде жөтел жоқ деп, қалай ол пневмония болуы мүмкін деп, менің ұсынысым бойынша рентген жасатып келді. Рентгеннің қорытындысы бойынша оң жақтық төмендік пневмония болып шықты. Яғни бізде пневмония кейде болуы мүмкін, ол жөтелсіз болуы мүмкін, себебі біздегі өкпеде жөтелдің рецепторлары болмайды. Сол себепті мұқият болған дұрыс, өкпені жақсылап тыңдаған дұрыс. Пневмония кезінде одышка болуы мүмкін, ентігу болуы мүмкін, яғни тұншығу болуы мүмкін. Одышка дегеніміз кішкене болсын сізге ауа келіп тұр деген сөз, яғни соны біз ағзаға жеткізу үшін оттегіні адам жиі демалады. Жиі демалу нәтижесінде компенсаторлы түрде өкпеге жеткізу үшін, оттегіні жеткізу үшін, ал удушье, яғни тұншығу, ол яғни мүлде бізде ауа келмей жатыр, бала цианозданып, көкшілденіп кетуі мүмкін. Сол себепті бронхоспазм нәтижесінде біз міндетті түрде ентігу жағдай болса, міндетті түрде дәрігерге қабылдауға бару керекпіз. Оны үй жағдайында емдеуге болмайды. Немесе оксигенотерапия дейміз, балаға арнайы тыныс алатын оттегі терапиясы жасалу керек болуы мүмкін. Біздегі бронх
қуысындағы қақырықтардың құрамында ферменттер болады. Ол ферменттер қақырықты қапшық сияқты былай өзінің мүсінін, яғни формасын өзгертеді. Ал бұл жерде келешекте дамуы мүмкін инфекцияларының ошағы болып қалуы мүмкін. Және де ол сіздің бронхтың формасының өзгеруіне алып келеді. Сол себепті қақырықты біз тез және де толығымен емдеп тастау керекпіз. Келесі, көп адам мән бере білмейтін ауаны ылғалдандыру. Яғни ауаны біз ылғалдандырып отыру керекпіз. Ол егерде ылғалдандыру аппараты болмаса, бөлмені сүртіп ылғалдандыру немесе арнайы науқастың қасына сулы тряпканы қойып ылғалдандыру керек. Себебі егерде біздегі ылғалдандыру болмаса, ауа құрғақ болатын болса, ол тамақты қышытып, жөтелдіріп, соның нәтижесінде шышты қабаты одан сайын зақымдануы мүмкін. Біздегі келесі жөтелдің ол түрі хоблдың, яғни өкпенің созылмалы обструктивті ауруы нәтижесінде бронхиалды астма немесе үлкен кісілерде жүректің ауруы болатын болса, жүрек насосы дұрыс істемейтін болса, онда өкпеге төменгі бөліктеріне су жиналуы мүмкін. Соның нәтижесінде ұзақ уақыт жөтелуі мүмкін. Бұны қарттық пневмония деп те атасақ болады. Бұл жағдайда басқа белгілері аяқтағы таңертеңгі ісінулері болуы болады. Осымен видеомыз соңына жетті. Егерде видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыз, лайк қойыңыз, комментарий жаза кетіңіз. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеода кездескенше амандықта жүздесейік.